Алла адамды топырақтан жаратып болған соң барлық мақұлыққа орынбасарын тамашалауға бұйырды. Періштелер жиналып адамды айналып қарап көрді. Сол кезде ібіліс лып етіп адамның мұрнынан кіріп, оның бүкіл дене мүшесін, қан тамырын, ағзасын аралап қайта шықты. Ол періштелерге бұл мақұлық ұлық Аллаға орынбасар болуға лайық емес деді. Неге деп сұрады періштелер. Себебі мұның тәні ас-ауқатқа, ұйқыға, қызық рахатқа тәуелді екен. Тез шаршап, тез қартаяды. Суыққа, тоңға, қыстыққа қаталағыш. Қарны ашып, ұйқы қысқанда жыртқышқа айналады. Одан бөлек көңілі атақ даңқ, мансап билікке тез мас болады. Жылтыраққа көрсе қыздар, дүние мүлікке тойымсыз, әйелге шыдамсыз, құмарлығын қандыру үшін күнә жасап қылмысқа тез ұрынады. Шектен шыққанда қан төгіп соғыс ашады. Оның бізден артық жерін байқамадым. Тек түсініксіз бір нәрсе ғана бар, дейді ібіліс. Кеудесінің сол жақ тұсында жұдырықтай бір ет бар, сол етке кіре алмадым. Ішінде не бар белгісіз. Құпиясын бір Алланың өзі біледі, деді. Періштелер адамның құлағы, көзі, мұрны бар екен. Осы сезім мүшелерімен Алланың хикметтерін танып білсе керек, деді. Ібіліс алақанмен адамның құлағын сипады да, оның құлағын хаққа керең қылдым. Енді құлағымен дүниенің ғана сөзін еститін болады. Өсек аяң бос сөзге құлағы түрік жүреді. Жын пері періштенің сөздерін ести алмайды, деді. Сосын саусақтарымен көзін жанап өтті де, енді екі көзі ақиқатқа соқыр болды. Көзімен дүние тіршілігін ғана барлай алады. Алланың сырға толы хикметтерін бас көзімен көруге дәрменсіз еттім. Ақиқатты екі көзбен іздейтін болса, міндетті түрде адасады, деді. Сосын алақанын адамның аузына тигізіп, аузы Аллаға жақпас лас сөзге бейім болар. Мән мағынасыз бос сөзге үйір болар. Басына келер 10 бәленің 9-ын өз тілінен табады. Бісміллә демесе жеген асы арам. Оның 5 сезім мүшесін Алланың хикметтерін танудан аулақ еттім деп мақтанды. Адамның қарнын ұрып көріп, бос балшықтан даңғырлаған дыбыс шықты. Ібіліс іші даңғырлаған қуыс екен. Мақтағанды жақсы көреді. Мұның түбіне осы мақтан сүйгіштігі жетеді, деді. Ең соңында жүрек тұсын саусағымен шертіп, осы жұдырықтай қызыл еттің ішінде не қасиет барын ұға алмадым. Оған іштен де кіретін де жол жоқ. Ақиқатты таныса, осы жүрегімен ғана қапысыз тануы мүмкін. Болмаса бұл мақұлықтың бізден артық қасиеті жоқ, деді масаттанып. Сонда күллі періште Құдайға: Алла, сен адамды жаратпа, ұрпағын жер жүзіне таратпа. Бұл ертең тән қалау үшін күнә жасап қылмысқа ұрынады. Соғыс ашып қан төгеді. Зорлық, зомбылық, қиянат, қорлық адамға тән екен деп жалынды.